Саламатсыздар ма, білім алушылар? Мен Тараз теміржол көлік және коммуникация колледжінің математика пәнінің оқытушысы Төлегенова Зарина Ашимовна. Сабақтың тақырыбы безу теоремасы, Горнер схемасы. Сабақтың мақсаты есептер шығаруда безу теоремасы мен оның салдарларын қолданады. Симметриялы және біртекті көпмүшелер түбірлерін табудың түрлі тәсілдерін қолдану. Көпмүшенің түбірлерін табу үшін Горнер схемасын қолдану. Бағалау критерийлері. Безу теоремасын біледі және есеп шығаруда қолданады. Көпмүшенің түбірлерін табу барысында әртүрлі тәсілдер қолданады. Горнер схемасын қолдану алгоритмін біледі. Көпмүшенің түбірлерін табуда Горнер схемасын қолданылады. Көпмүшені биномға бөлу барысында Горнер схемасын қолданылады. Миға шабуыл жасап өтсек. Миға шабуылда бізде 3 тапсырма берілген. Осы тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма білім алушыларға сұрақтар беріледі. Осы сұрақтарға жауап береміз. Ал екінші тапсырма мен үшінші тапсырма бізде алдыңғы тақырып көпмүшені көпмүшеге бұрыштап бөлу тақырыбына байланысты. Шығарамыз. Ал енді жаңа тақырыбымызға өтсек. Анықтама. Егер x 0-ге тең болғанда, по от x көпмүшесінің мәні 0-ге тең болса, онда x0 санын по от x көпмүшесінің түбірі деп атайды. Мысалға алатын болсақ, 2 санын x куб қосылған 3x квадрат азайтылған 7x қосылған 1 көпмүшесінің түбірі бола ма? Қарастырып өтеміз. Яғни берілген бізде көпмүшенің орнына 2 санын қойып шығамыз. По от 2 тең 2-ның 3 дәрежесі қосылған 3 көбейтілген 2-ның квадраты азайтылған 7 көбейтілген 2 қосылған 1. Яғни по от 2-міз бізде 7-ге тең. 2 саны берілген көпмүшенің түбірі болмайды екен. Келесі анықтама. Шетінен бірдей қашықтықта орналасқан мүшелердің коэффициенттері тең болатын бір айнымалысы бар n-ші дәрежелі көпмүше симметриялы көпмүше деп аталады. Мысал қарастырайық. x-ің 9 дәрежесі қосылған 245 x-ің 8 дәрежесі азайтылған 176 x-ің 7 дәрежесі азайтылған 47 x-ің 6 дәрежесі қосылған 18 x-ің 5 дәрежесі қосылған 18 x-ің 4 дәрежесі азайтылған 47 x-ің 3 дәрежесі азайтылған 176 x квадрат қосылған 245 x қосылған 1 көпмүшесі берілсін. x-ің 9 дәрежесінің алдындағы коэффициент бізде 1-ге тең, сол бір саны бос мүшеге тең екен. x-ің 8 дәрежесінің алдындағы коэффициент 245 саны x-дің 1 дәрежесінің алдындағы коэффициент 245-ге тең. Яғни бұлар бізде симметриялы болып келе жатыр. x-дің 7 дәрежесінің алдындағы коэффициент минус 176, x квадраттың алдындағы коэффициент минус 176-ға тең. x-дің 6 дәрежесінің алдындағы коэффициент минус 47, x кубтың алдындағы коэффициент минус 47 санына тең. x-дің 5 дәрежесінің алдындағы коэффициент 18 саны, x-дің 4 дәрежесінің алдындағы коэффициент 18 санына тең. Яғни бұл көпмүше бізде симметриялы көпмүше болып табылады екен. Безу теоремасы. Кез келген по от x көпмүшесін x минус a екі мүшесіне бөлгенде шыққан қалдық бөлінгіш көпмүшенің x тең a болғандағы мәніне тең. Бізде по от x бөлінгішін x минус a екі мүшесіне бөлгендегі q от x бөлінді мен қалдықтың қосындысына тең болады екен көпмүшеміз. Осы көпмүшедегі x-ке a мәнін қойып шығайық. Яғни бізде безу теоремасы x тең a болғандағы мәніне теңделіп тұр. Демек a-ны қойып шықсақ, a азайтылған a көбейтілген q от a қосылған r. Яғни по от a көпмүшесі r-ге тең қалдыққа тең болды. Келесі бізде Горнер схемасы. Горнер схемасын ең алдымен тарихына тоқталып өтсек. Горнер схемасының тарихы
Бұл алгоритмді орта ғасырлық Қытай математиктері пайдаланып келген. Бір-біріне тәуелсіз түрде 1819 жылы ағылшын математигі Уильям Горнер және итальян математигі Пауло Руффин қайта ашқан болатын. Яғни осы Горнер схемасы дегеніміз не? Горнер схемасы көп мүшені шығару алгоритмі, бірақ ол бір мүшелер ретінде тұрады екен. Яғни мынау бізде Горнер схемасы P-тен x көп мүшесінің x минус екі мүшесіне бөлгенде шығатын толымсыз бөліндіні және қалдықты анықтауға арналған әдіс болып табылады екен. Ал енді біз безу теоремасы мен Горнер схемасына есептер шығарып қарастырайық. Бізге мынандай есеп берілсін. P-x көп мүшесін екі мүшеге бөлгенде қалдықты табыңдар. Яғни P-x көп мүшесі 2x-ның 4 дәрежесі қосылған 7x куб азайтылған 2x квадрат азайтылған 13x қосылған 9 көп мүшесін x қосылған 2-ге бөлу керек. Горнер таблицасы схемасы сызылады. Бірінші жолға бөлгіштің коэффициенттері, яғни бізде берілген көп мүшенің коэффициенттері жазылады. Ол бізде 2, 7, минус 2, минус 13 және бос мүшесі 9-ға тең. Жазып қоямыз. Ал екінші жолға бізде x қосылған 2-ге бөлі деп тұр ғой. Сондағы бізде x-іміз минус 2-ге тең болады. Соны жазамыз. Ал үшінші жолға бөліндінің коэффициенттерін жазамыз. Ал енді табамыз. Бірінші берілген бөлгіштің коэффициенті бөліндінің коэффициентіне тең болады екен. Ал екінші бөліндінің коэффициентін табу үшін осы табылған бөліндінің коэффициентін минус 2-ге көбейтіп, бөлгіштің келесі коэффициентіне қосамыз, яғни 7-ге қосамыз. Нәтижесі 3 шығады. Келесі коэффициент табу үшін осы 3-ті минус 2-ге көбейтіп, бөлгіштің коэффициенті минус 2-ге қосқанда минус 8 шығады. Минус 8-ді минус 2-ге көбейтіп, минус 13-ге қосқан кезде біз 3 шығады. Осы 3-ті минус 2-ге көбейтіп, 9-ға қосқан кезде қалдығымыз 3 шығады. Ол бізде бөліндінің бөлгіш, яғни бізде көп мүшесі жазылады, берілген көп мүше, ол тең болады. Бөлінді көп мүшемен бөлінген екі мүшенің көбейтіндісі және де қалдықтың қосындысына тең болады екен. Ал осы есепті біз алдыңғы тақырып көп мүшені көп мүшеге бөлу тәсілімен шығарып көрсек. Көп мүшені көп мүшеге бұрыштап бөлу. Бізде берілген көп мүше 2x-ның 4 дәрежесі қосылған 7x куб азайтылған 2x квадрат азайтылған 13x қосылған 9. Осыны x қосылған 2 мүшесіне бөлеміз. 2x-ның 4 дәрежесін жоюым үшін мен 2x-ның 3 дәрежесін берем. Өйткені 4 дәрежені мен жоюым керек. Маған 3 дәреже жетіспейді. Сол себепті 2x-ның 3 дәрежесін x-ке көбейтем, 2x-ның 4 дәрежесі, 2x кубты 2-ке көбейтем, 4x-ның 3 дәрежесі. 7x кубтан 4x кубты азайтамыз, 3x куб қалады. Азайтылған 2x квадратты түсіреміз. 3x квадраттан берем. Өйткені 3x кубты мен жоюым керек. 3x квадратты x-ке көбейтем, 3x куб, 3x квадратты 6-ға көбейтем, 6x квадрат. Азайтамыз. Таңбалары ауысады. Демек 6 мен 6x квадратпен 2x квадраттап таңбасын сақтайды. Мен азайту таңбасын азайтылған 8x квадрат қалады. Минус азайтылған 13x-ті түсіреміз. Демек 8x квадратты мен минус таңбасымен жоюым үшін минус 8x-тен бересекеміз. Минус 8x-ті x-ке көбейтеміз. Минус 8x квадрат азайтылған минус 8x-ті 2-ке көбейтеміз. 16x минус 16x азайтамыз. Таңбалары ауысады. Демек 16-дан 16x-тен 13x азайтылады. 3x қалады. Қосылған 9-ды түсіреміз. Енді мен 3x-ті жоюым үшін 3 қана жетіспейді. 3-ті x-ке көбейтемін 3x, 3-ті 2-ге көбейтемін 6. Азайтамыз. 3x-тер жойылады. 9-дан 6-ны азайтсақ 3 қалады. Яғни бізде шыққан жауабы 2x куб қосылған 3x квадрат азайтылған 8x қосылған 3 қалдық 3-ке тең. Ал енді кітаппен жұмыс жасайық.
10 сыныптың алгебра және анализ бастамалары 2 бөлім оқулығын мына QR кодқа арқылы ашамыз. Осы кітаптан алгебра және анализ бастамалары 2 бөлімнен нөмір 32-де бірінші есеппен, нөмір 32-де екінші есепті шығарамыз. Үйге тапсырма. 10 сынып алгебра және анализ бастамалары 2 бөлімінен нөмірі 32-де 3 тапсырма. Біз QR код арқылы өзімізге алгебра және анализ бастамалары кітабының 2 бөлімін алдық. Яғни үй тапсырмасына шығарып келеміз. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.